дорогие друзья, чтобы хорошо слышно было, чтобы вы освоили это знание, в первую очередь, ең бірінші, чтобы ілім білім жақсы отыру үшін сіздерге қазір жақсы жерді таңдаңыздар. Сосын барлықтарын түсінем, үйде бала шаға бар, анау бар дегендей, чтобы отвлекаться етпесін. Сосын сіз отвлекаться етпеуіңіз керексіз. Бөлмелеріңіз дұрыстап, есікті жауып, бала шағаны жатқызып, или отағасына беріп, мұқият ақпаратты сіңіруге дайындалыңыздар. Хочу сказать, подготовьте свои комнаты для того, чтобы прослушать, потому что внимательность – это первый параметр. Так что я еще раз повторяю, завтра будет на русском языке вот это. Бүгін эфир сақталады, Құдай қаласа. Инстаграмамен қазір сториске сақталушы еді, қазір IGTV-ге сақтау керек дейді. Бүгін мен біраз түсіндім, оны қалай сақтау керек екенін. Сақталады эфир, Құдай қаласа. Так что күтеміз, біраз елдер кірсін. Өз-өзімді таныстырып өтейін, мына жерде танымаған елдерге қатып жатқан жоқ. Сіз бір жақсы жерге тұрыңыз, бұл жерде связь жақсы. Өзіңіз связьді дұрыстап алыңыз. Қараңыздар, ең бірінші өз-өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Мақсат, фамилиям Ануарбеков, отчеством Рысбекұлы. Қазіргі таңда неге мен бұндай тренингтер өткіземін? Жалпы историяда өзім партнердан жүйелі маркетингке президент болғам. 16-17 жыл бойы Қазақстанда ең бірінші жүйелі маркетингтің негізін қалаған жігіттердің бірімін. Сол үшін 18 жылдық тәжірибем бар қазіргі таңда. Бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтпаймын. Тек қана практика жүзінде сіздермен бөлісіп отырамын, сол тәжірибемді. Екінші компания Hyundai деген фильтр сататын компания. Сол жердегі менеджерлер тәрбиелеген біз. Сол сияқты үлкен тәжірибем бар. Қазіргі таңда 16-17 компаниялар сопровождать етем. Топ лидерлер, партнерларды, үлкен жетістікке жеткен адамдар көп. Қазіргі таңда сол кісілер көп өз историямды айтып, қатты таныстырғым келіп тұрған жоқ. Итак, танысамыз. Маңыздысы бүгінгі ақпаратты сіздерге сіңіру. Маңыздысы бірінші бойыңа сіңіру, соны жасап үйрену. Менің де мақсатым сізге пайдалы болайын деп, практика жүзінде көптеген құралдар сіздерге беремін. Бүгін. Сол үшін сіздерге мұқият болу керек. Мұқият соны тыңдап, санаға сіңіру керек. Қазір мен қарап отырмын, біраз елдер кірді. Тағы кісілерді күтейік, кіріп алсын, бір 5 минут. Сіздерде дайындалып алыңыздар, есікті жауып, жаңағы ешкім сіздерге кедергі болмасын. Ең бірінші мен тоқталатын нәрселерім, өзімнің шараларым бар, соның нәрсені жасайтын болсаңыздар, сіздерге ақпарат өте сіңімді болады, достар. Сол үшін 10 күнде көптеген дүниелерді тез бойға сіңіру керек болады. Түсініңіздер ма? Сол үшін мен ең біріншіден сіздерді құттықтаймын, достар. Осы тренингке қатысып, келіп, ілтипат білдіртіп, ниет білдіртіп, мен өмірімді өзгертейін, осы бизнесте құралдарды пайдаланайын дегендеріңізге шын жүректен құттықтаймын. Сіз сияқты кісілер әрдайым өсіп өнеді, соны түсініңізші. Жетістік деген ақырын басталатын дүние, өстіп. Маған көптеген сұрақтар қойды, бір кітап, бір тренинг адамды өзгерте ма дейді. Мен айтам, өзгерте алады. Егер шын ниет етсең, ниетіңе қарай саған себепкер болады осындай бизнес кездесіп жатқан адамдар. Түсініңіздер ма? Так что екі-ақ нәрсені бұл өмірде өзгертуге болмайды. Сенің туылған күніңді, өлетін күніңді. Сол үшін мен сіздерді күтіп отырмын. Барлықтарыңыз кіріңіздер, сосын кейін бастаймыз. Обязательно тупой карандаш острее ума дейді. Обязательно ручкаларыңызды алыңыздар, тетрадьтарыңызды алыңыздар. Өйткені жазу керек болады. Жазған кезде ученыйлар доказать етті, мозг жақсы жұмыс жасайды. Сосын бойға жақсы сіңеді ақпарат. Қазір мен біраз нәрселерге тоқталам. Неге тренингтен көп адамдар өзгермейді? Ақпарат дегеніміз не? Оны қалай сіңіру керек? Ойлау жүйесін қалай жұмыс жасату керек? Өйткені сіздерге құрал бергім келіп тұр.
Сол құралды егер пайдаланатын болсаңыз, сізде үлкен өзгеріс болады. Бүгінгі таңда мынау 5 күндік тренингтерде көбіне сіздерге құрал беремін. Түсініңізші, құрал. Сол құралмен қалай пайдалануды да үйретемін. Бірақ сіз үшін үйретпеймін, сіз үшін істемеймін. Өзіңіз жасап үйренесіз. Маған маңызды сіздің ақша көп табуды үйренгеніңіз. Маған маңызды сіздің жасап үйренгеніңіз. Өйткені сіз жасап үйренетін болсаңыз, сол дүниелер маған маңызды. Түсініңіздер ма? Сол үшін қыздар, мұқият, ручка, карандаштарыңызды дайындап отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Өйткені үй тапсырмасы болады. Үй тапсырмасын барлықтарыңызға жасау керек. Обязательно. Кім өзгерем дейтін болса, анау біраз елдер тренингке қатысып жатыр да, бірақ 20-30%-інде өзгеріс болып атады. Жасаған адамдарда өзгеріс бар, ал жасамаған адамдарда өзгеріс болмайды, достар. Сол үшін мынау 10 күндікті пайдаланып, достар, бойымыздан келгенше шын ниетімізбен осыған кірісіп, ақыры келдіңіз ба? Келгеніңіз өте дұрыс, өте үлкен қадам жасадыңыз. Екінші қадам, шын ниетіңізбен осы сабаққа ниет етіңіз. Ең бірінші мәселе шын ниет ету. Ниет ету дегеніміз, мен үйренгім келеді. Осы сабақты мұқият тыңдайын, бойыма сіңіріп үйренейін, бойыма сіңіргеннен кейін сосын жасап үйренейін деп. Ең бірінші бойға сіңіру. Сол үшін жақсы бойға сіңіру үшін не істеу керек? Сол қадамдарға қатты тоқталғым келіп тұр, достар. Ең бірінші мәселе, достар, шын ниет ету. Қазір барлықтарыңыз ниет етіңіздер. Келгеніңіз сіздің ниет мұқият бойыма сіңірем деп. Түсініңіздер ма? Көбісі айтады, мен ниет етіп отырмын ғой дейді. Шын ниет ету дегеніміз жан тәніңмен осы сабақты бойына сіңіру. Ештеңке отвлекаться етпеңіз. Бұл өте маңызды сіз үшін. Ертең өйткені сіз бір құралды пайдаланасыз. Көптеріміз неге бойларына сабақ сіңбейді? Өйткені шын ниетпен қабылдамайды. Қабылдағанда қабылдағысы келеді, бірақ енді түсінем, жанұя болғаннан кейін анау отвлекать етеді, мынау отвлекать етеді. Сонда отвлекающий маневрлар бар да, отвлекаться етпеңіздер, достар. Кедергі еш нәрсе болмайды. Құдай қаласа, үлкен өзгерістер болады. Егер сіз бойыңызға жақсап сіңірсеңіз, өйткені бір нәрсені түсіну керек та, түсініп алу керек, түсініп алу үшін сіңіріп алу керек, жақсылап тұрып. А жақсылап сіңірген дүние ол жасалынады да. Ал дұрыс сіңірмеген дүние, мысалға бойыңызға дұрыс сіңіріп алмасаңыз, отвлекаться етсеңіз, ол жақсы бойымызға сіңбейді. Соны түсініп алайық, достар. Сол үшін бұл бірінші бүгінгі сабақ өте маңызды. Өйткені бүгінгі сабақта мен сіздерге құрал беремін. Уже сразу и психологический сабақ болады. Құдай қаласа ол ертең, бірақ менде психология мен инструментті бірге беріп отырам сізге. Өйткені сізге осыны жеңіл пайдалануға. Түсініңіздер ма? Ал онда кеттік, достар. Ең бірінші мәселе, шын ниет еттіңіздер, ручкаңыз дайындаңыз, жазып отырыңыз. Өйткені үлкен инсайттар болады шын ниет еткен адамға. Екінші, ойлау жүйеңізді ашық ұстаңыз. Ойлау жүйеңізді ашық ұстау дегеніміз, мынау барлық жан тәніңізді осыған қойыңыз, мына кісіден үйренетінім көп деп ниет етіңіз. Сөйтіп ойлау жүйеңізді ашық ұстаңыз дегеніміз, мынау ашық ұстап сіңірем деп ниет етіңіз. Түсіндіңіз ба? Екінші мәселе. Сосын кейін барып, ойлау жүйеңізбен денеңізді өз жерде болсын. Кейбіреудің тренингтерде постоянно айтам, денесі өз жерде, бірақ ойлау жүйесі анау жақта не болды, ана чай не болды, анау не болды, анау не болып қалды екен деп соны ойлап отырады. Сол үшін тез, мен мұндамын, ойлау жүйеңізді өз жерге алып келіңіз, сол кезде тез сіңімді болады. Өйткені, достар, оны мен қайдан білдім? Біраз обучениялар беріп жүрмін, вроде бы түсінген сияқты, жаңағыдай осы жерде отырмайтын болса, ойлау жүйең жан-жақта проблеманы ойлап отыратын болса, сізге жақсы сіңбейді бойыңызға. Соны түсініп алыңыз, иә? Ендігі мәселе, неге осы тренингтерден көп адамдар өзгеріске келмейді? Бірінші мәселе, соны ашып алайық, достар. Осыны ашып алсақ, сізге жеңіл болады бойыңызға сіңіру. Ақпарат пен ілім-білімнің айырмашылығы неде бойыңдағы? Орысша айтқанда, чем отличается информация от знаний дейді. Неге мен бұл тақырыпқа көп тоқталамын? Өйткені соны ажыратып алсақ сізге жеңіл болады. Түсіндіңіз ба?
Оны қалай? Енді айтыңызшы, мен сізге айтып берейін. Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат дегеніміз қазір сіз мені тыңдап отырсыз. Сол ақпарат. Енді оны ілім білімге айландыру үшін, бойыңа сіңіру үшін, өзгеру үшін сол ақпаратты бірінші сіңіру керек. Жақсы сіңіргеннен кейін соны бойыңа сіңіру үшін соны жасап үйрену керек. Жасап үйрену керек. Қалай да болса да жасап үйрену керек. Мен бүгін сол құралдарды жасаймын. Егер мынандайда көп компанияларда, мысалға мен толықтырып өтейін, сіздер презентацияны білесіздер ма деймін, 100 адамға лидерге білемін дейді. Жақсы, біледі екенсіз. Айта аласыздар ма десем, 90% айта алмаймыз дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар, білетін адам айта алу керек бар? Менің ойымша логично білетін адам айта алу керек. Сол неге айта алмайды? Өйткені оның бойында ілім білім болып қалыптаспаған. Ілім білім болып қалыптасу дегеніміз ол не? Ол дегеніміз оны жасап үйрену. Осы жерде келген кезде, достар, көптеріміз шатастыратын сияқтымыз. Білемін деп, білсең сен жасай алу керексің, соны түсініңізші. Енді менің мақсатым сізге жасап үйрету, сол құралды беру, соған подталкивать ету сізге. Соны жасап үйрену. Бір нәрсені түсініңізші, адам жасай алмайтын бұл өмірде ештеңе жоқ. Любой нәрсені адам жасай алады. Адам істеген адам істей алады. Соны ұғып алыңыз. Сосын кейін бар, бойға ілім білім болып қалыптасу дегеніміз оны жасап үйрену. Иә, түсінемін, қорқасыз. Ал енді өз жерде ойлау жүйесі қалай жұмыс жасайды? Мен сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп берейін. Қараңызшы, мынау сіздің ойлау жүйеңіз. Ол компьютер сияқты. Компьютер дейміз, кәдімгі компьютер сияқты. Өз жерге ақпараттар келе бастайды. Неге жаңа нәрсені біз қиын түсінеміз? Өйткені оны ленивый мозг дейді, ғалымдар айтқан. Ленивый мозг дегеніміз жаңа еріншек ойлау жүйесі дейді. Өйткені ол жаңа нәрсені тез қабылдағысы келмейді. Соны түсініп алыңыздар, енді оған жаңа нәрсені тез қабылдату үшін не істеу керек? Оған оны жасатып үйрету керек. Ең бірінші сіз бір нәрсені сіңірер кезде ойлау жүйеңіз сізге қарсы болады. Түсіңізші, ол нормальный нәрсе. Бүткіл жетістікке жеткендерде ғұламалар болсын, простой адам болсын, оларда да қарсы болған. Бірақ үйрену, жасау арқылы олар үйренді. Өйткені ойлау жүйеңіз сіз бір нәрсені жасар кезде бүйтіп айтады. Ой, оны не қыласың, сен істей алмайсың ғой, бұрын істеп көрмегенсің ғой деген нәрсені айтады. Түсінікті, бұрын істемегеннен кейін ол соны айтады. Енді бұған жасатып үйрету керек ойлау жүйесіне. Сол үшін енді не істейміз? Бірінші оған біз айтамыз. Давай, мынан дүниені қабылдап алайық деп. Сөйтіп оны как-то ойлау жүйені оған үйрете бастаймыз да, заставить етіп. Түсініп тұрсыздар ма? Ол заставить ету дегеніміз сол. Ең бірінші оны ақырын үйрету. Сол үшін бүгінгі құралдарды сізге беріледі, бірақ жасайсыз. Егер жасамайтын болсаңыз, сізде өзгеріс болмайды. Сол үшін бір-бірімізге жәрдем береміз, сөйтеміз да соны жасауды үйренеміз. Мен оны сіздерге жеңілдетіп берем бүгін. Түсініңіздер ма? Сол үшін соны түсініп алыңыздар. Кейбіреулер маған мынандай сұрақ қояды. Мен бойыма тез сіңбейді дейді. Ешкімнің ойлау жүйесіне тез сіңбейді. Ол қашан тез сіңе бастайды? Бірінші ойлау жүйені үйрету керек. Давай мына дүниені жасайық. Осыны жасасақ, саған мынандай подарок болады деп. Сөйтіп адам өзін вдохновлять етеді. Сол үшін сіздерге айтарым, өз-өзіңізбен келісіңіз. Сөйтіңізді айтыңыз. Давай осы 5 күндік обучение бойыңа сіңіріп, қолдан келгенше жан-тәніммен осыны жасап үйренейік деп. Егер сен менен келіссең, мен саған білмеймін осындай подарок берем деп нәпсіңізбен келісіңіз. Сол кезде нәпсіңіз жеңілдене бастайды да миыңызда босап сол нәрсені сізге сіңірте бастайды. Неге екінші мәселе неге сіңбейді? Өйткені кертартпа түсініктер тұрады. Кертартпа түсініктер дегеніміз ол дегеніміз не? Осы уақытқа дейін сіз жасамағаннан кейін бойда программа сияқты, оны сен жасай алмайсың, ана мынау деген күмән барлық адамда болады, түсініп тұрсыздар ма? Сол үшін сол күмән болады. Енді мен сол күмәнді сейіткім деп тұр. Күмәнді сейіту дегеніміз ақырын жасап үйрену. Жасап үйренуден кейін ойлау жүйеңіз оппа болады екен деп қабылдай бастайды. Сол үшін кішкене өзіңізді бірінші заставить етеміз. Сол кезде ойлау жүйесі соған сопротивление береді, бірақ жасау арқылы ол нәрсе көне бастайды сол нәрсеге. Осы нәрсені түсініп алайықшы, достар. Түсіндіңіздер ма? Өйткені адамдар неге жетістікке жетпейді? Олар ойлайды, қолынан келмейді, жаңағы, сөйтіп ойлайды да.
Мен сізге айтайын, сіздің қолыңыздан келеді. Өйткені менің қолымнан келді, любой простой адамның қолынан келді. Менде практикаға да болған, даже орысша, қазақша білмейді, бірақ оған құралды бердік, жасау арқылы ол үлкен жетістікке жетті. Даже образованиясы жоқ, ілім білімі жоқ, жүйелі маркетингте мен сізді құттықтаймын. Бұл жерде ілім білімнің қажеті жоқ. Мен сізге бұл жерде сізге үйретеді. Соны сіңіріп жасау арқылы сіз үйреніңіз. Неге? Өйткені менің мақсатым, сіздің де мақсатыңыз сізді жетістікке жеткізу. Жетістікке жеткізетін дүние ол не? Бүгінгі берілетін құралдар. Сол үшін ойлау жеңіз кедергі болғанда, кішкене оны заставить етіңіз. Хорошо? Сол арқылы біз өсіп өнеміз. Екінші дүние, неғып бойымызға сіңірмейді, өйткені сенім жоқ. Кейбіреуіміз күмәнмен отырмыз қазір. Мен сіздерге айтайын, күмәнді алып тастаңызшы. 1000% сізге гарантия берем. Осы құралды пайдаланып үйренсеңіз, жасап, сіз жетістікке жетесіз, результатын көресіз. 10 мыңдаған адамдар осыны жасады, жетістікке жетті. Уже бойынан сіңіріп. Осы күмән дегенді алып тастаңызшы. Осы 5 күн болды, осыны жасаймын мен бүгіннен бастап деңізші. Потому что ана кертартпа түсініктерде мынандай нәрсе бар да, ой, мен жасым осындай, ой, ана мынау деген түсінікті алып тастағым келіп тұр да, мен сізденші. Наоборот, Европада ученыйлар доказать етті, адамдар 60-тан кейін ойлау жүйесі жақсы жұмыс жасайды екен. Соны деп атқаным, қазіргі таңдар барлық нәрсені меңгеріп, сіңіріп алуға болады. Сол үшін ойлау жүйедегі кертартпа түсініктер бізге кішкене кедергі болады. Ал ертең мен сол кертартпа түсініктермен қалай жұмыс жасауды сіздерге үйретемін. Инструменттерді беремін. Соны жасау арқылы сіз өзгересіз. Ал енді Абай атамыз айтып кеткен, жетістікке жетем десең өз-өзіңді тани біл дейді. Өз-өзіңді тану дегеніміз өзіңнің бойыңа жақсы нәрсені сіңіре білу. Осындай дүниелерді сіңіріп, осыны жасап үйрену. Ал енді осыған келген кезде, ертеңнен бастап үй жұмысы болған кезде, сіз хотя бы соны жасап үйрену керексіз. Түсініңіз ба? Ақырын соны жасау арқылы біз үйренеміз. Ешкім бейіп аспаннан түскен жоқ, салбырап. Осындай бір жетістікке, бір талантливый болып. Мен сізге айтайын, талант деген не? Менің пікірімді айтып берейін талант туралы. Мысалға сіздер бір адамға қарайсыз, бүйтіп қарайсыз, мынада талант бар деп ойлайсыз. Мен ол теманы изучать еттім, достар. Мен қарадым да, ода талант жоқ, достар. Иә, дарынды адамдар бар. Бір-ақ процент екен. Талант дегеніміз не? Просто ол адамдар туылғаннан уже бойына қалыптаса бастайды. Жаңа музыка болсын, художник, ол уже біледі туылғаннан бастап не жасау керек екенін. Соны түсініңізші. Ол білгеннен кейін ода айқын мақсаты бар да, ол уже біледі, бойында бар. Сонымен өмір бақи күнде айналысу арқылы сөйтіп ол керемет адамға айлана бастайды, түсініңіздер ма? Мұндағы көп 90% адамдар неге жетістікке жетпейді? Біз туылғаннан кейбіреуіміз білмейміз, айқын мақсатымыз жоқ, немен айналысу керек. 90% ізденісте жүріп өз-өзімізді табамыз. Түсініңіздер ма? Сол үшін сіз де талантты жансыз, сіздің де бойыңызда потенциал бар. Алла тағала бәрімізді бірдей жаратқан. Сол үшін мүмкін әлде кеш емес. Бүгін сіз түсінетін шығарсыз. Опа, мені болды. Бүгіннен бастап мен осылай жасаймын деп, соны жасап кететін болсаңыз, соған усилие вкладывать ететін болсаңыз, ақырын өзгеріс деген солай келеді, достар. Аспаннан ештеңке жауып келмейді. Біреуге қарап қызығасыз ғой, ол біреуді сіз білмейсіз ғой. Сіз ұйықтап жатқан кезде, сіз телевизор көріп жатқан кезде ол осындай обучениеде отқан шығар. Сіз үйіңізде құрт басқа шаруамен айналысып жүрген кезде ол тірлікпен айналысқан шығар. Түнде ол конспект жазатын шығар, жаңағы обучениеға дайындалатын шығар. Сіз оны білмейсіз ғой. Біз сырттан қарағанда нені көреміз? Ол адамның жетістігін ғана көреміз. Түсініңіз ба? Ал жетістік дегеніміз ол кеше мен айтып кеттім ғой. Для того, чтобы быть победителем, жеңімпаз болу үшін рингке сіз шығасыз ғой, рингке шыққан кезде сіз ойлайсыз, оны ринг жасады чемпион деп, чемпион болды деп, рингтің арқасында жоқ. Ол рингте чемпион болу мүмкін, бірақ еңбектің бәрі сыртта болды да. Соған ол усилие вкладывать етті, соған ол еңбек етті да. Түсініңіз ба? Абай атамыз не деп айтып кетті? Еңбек етсең ерінбей, тояды, қарың кіленбей дейді. Сол үшін достар, еңбек керек. Әр мақсаттың, әр арманның өзінің
несі бар, құны бар. Ал енді сіз қазір келдіңізді осы тренингке қатысу арқылы ақырын соның құнын төлеп жатсыз. Сол үшін мен сізді құттықтаймын. Сол енді төртінші мәселе, достар. Төртінші мәселе. Көбіне білім біздің бойымызға қонбайды. Өйткені, достар, біз ауырлатамыз. Жеңілдетпейміз. Мен сіздерге сол тактиканы берейін деп тұрмын. Негізі жүйелі маркетингте жасау ол жеңіл, достар. Егер сіздің жүйеңіз болса, жүйелі маркетинг деген сөз жүйе деген сөзден құралады. Ең бірінші сол жүйені түсініп алу керек та. Жүйені түсініп алу керек та. Жүйені түсінсеңіз сізге жеңіл болады. Сіздер байқайсыздар ма? Біз кейде өзіміз ауырлатамыз. Неге? Өйткені ленивый мозг дейді. Екінші параметрін айтайын, ғалымдар доказать етті. Біздің ойлау жүйеміз вообще усложнять еткен жақсы көреді екен да. Ал енді мен сізге айтайын, қалай біз усложнять етеміз? Айтайын ба, қалай ауырлатамыз біз? Қараңызшы, сіз бір нәрсені ойлап отырсыз да. Бүйтіп, так, мен ананы істеймін, ертең подписка жасаймын, лидер боламын, Құда қаласа. Так, ол үшін маған қанша адам керек? Так, 100 адам, 200 адам. Оны бұлай істеймін дейсіз. Оны бүйтем дейсіз. Ой, шаршадым, құрсын дейсіз да. Ұйықтай саласыз да, түсініп тұрсыздар ма? Солай ауырлатамыз да, түсініңіздер ма? Сол үшін үйтіп андай 1000, 2000 деп ауырлатудың қажет жоқ. Так, мен мынаны істеймін, осыны меңгеріп алам, мен пока үйреніп жатырмын, үйрену арқылы мен тәжірибе алам. Деп сіз сол сөзді ақырын пайдаланатын болсаңыз, өзіңіздің өміріңізге, сіздің өміріңіз жеңілденеді. Вот осы нәрсені түсініңізші. Түсініңіз ба? Осы сөзбен біз өмірімізді жеңілдету керекпіз. Осы дүние өте маңызды. Енді төртінші мәселе, достар, жетістікке жеткің келе ма? Ақыры келдің ба? Жан тәніңмен осыған беріліп қалаумен кеші, сеніп. Сенсең, бәрі өзгереді. Мен бір нәрсені түсіндім, достар. Сенім деген дүние, үлкен дүние. Мен сізге айтайын. Любой адамдар сеніммен өседі. Сеніммен. Кейбір адамдар андай феншуге сеніп атады, ол да жұмыс жасап атады. Кейбір адамдар анаған сенеді, мынаған сенеді. Оның бәрі бұл жерде сенім да, достар. Ең бірінші Аллахқа сену. Түсініңіз ба? Сосын кейін барып, барлық дүниеге сеніммен қарау. Мұндағы бізді құртатын күмән, достар. Любой дүниеге күмәнмен қараймыз да. Түсініңіздер ма? Сол үшін осы обучениеда сізге сену керек. Өйткені жан тәніңмен сенсең, бойыңа сіңірсең, жасап үйренсең, жүректен шыққан жүрекке барады дейді, достар. Тілден шыққан, бойдан сіңірмеген нәрсе жүрекке жетпейді. Соны түсініңізші. Жүрекке жету үшін оны сен сіңіріп, өзің жасау керексің. Жасап атқан кезде, мен осылай жасап атырмын деп, жан тәніңмен айтасың, құралдарды бере аласың. Жасай алмайтын адам, бойына сіңірмеген адам, оны істей алмайды. Кезінде Абу Ханифа атамызға, ғұламаға келген кезде, бір кісі, сіз осындай керемет ғұламасыз, маған айтыңызшы, осы балам тәттіні жақсы көреді, сіз қойдыра аласыз ба дегенде, ол кісі не деп айтты? 40 күннен кейін айланып кел деді. Сонда түсінбейді ана кісі, бәріңіз естіген шығарсыздар. 40 күннен кейін айланып келеді да, әйел кісі ашуланады. Сіз неге бүйтіп айттыңыз деп. Мен сізді сонша ғұлама дегенде, сіз маған неге 40 күн күткіздіңіз дегенде, бір датым бар дегенде, сол кісі айтқан екен бүйтіп күліп тұрып. Өйткені өзім тәттіні жақсы көруші едім деп. Сосын маған қоюға 40 күн керек болды деп. Сол үшін мен сізге айтайын, фундаментті, новый подходты дұрыс енгізу үшін сіз бірінші өзіңіз сіңіріңіз, өзіңіз жасап үйреніңіз. Кім болсаңыз да, лидер болсаңыз да, новичок болсаңыз да, өзіңіз жасау арқылы, бойыңызға сіңіру арқылы, жаңағы ғұлама сияқты, сосын кейін барып сіз біреуге айтатын болсаңыз, ол жүректен шығып тұрады. Жүректен шыққан жүрекке барады. Соны түсініңіздерші. Неге кейбір адамдардың сөзі өтпейді, өйткені оның жүрегінен шықпайды. Ол бойына сіңіріп көрмеген. Біз осыны бойымызға сіңіріп, жүректен шығуды адамның санасына жеткізу үйренеміз. Түсініңіздер ма? Ол үшін бойымызға сіңіріп үйрену керек. Түсініңіздер ма? Осы тақырыптарды мен сіздерге
бергім кеп тұр. Өйткені сіздерге жеңілдеткім кеп тұр да осы дүниені. Өйткені 80% психологияға байланысты, 20% тәжірибе жаңағы алатын, үйренетін дүниеге байланысты. 80% адамдар психологически өзімен жұмыс жасай алмайды екен да. Өйткені психология дегеніміз, ол сен жетістікке жеткің келе ма, онда сен жеңілдет да, жеңіл қабылда. Орыстар бүйтіп айтады да, ғұламалар, творческие отношения дейді да. Творческий подход нужен дейді да. Ішіне қатты біз, енді қазақпыз ғой, қатты қайғырамыз, қатты аламыз да. Қатты алмау керек еш нәрсені. Түсініңіздер ма? Қатты алсаң, сен ол саған бойыңа келеді да, қатты стресс береді да. Қатты стресс берген дүние не қылады да? Интернет нашар болып тұрған жоқ, достар. Сіздер бір-екеуіңіз-ақ жазып жатсыздар. Интернет сіздерде нашар шығар. Мына жерде бәрі дұрыс болып тұр. Бір адамда енді, бір адамға қарай енді бір 20 адам айтса, мен нашар деп айтатын ем. Интернет ол өте сіздерге маңызды болып тұр қазіргі таңда. Өйткені сіздерге керек болып тұр. Так, енді не істеу керек? Сенімді арттыру үшін, бірінші сұрақ, сенімді арттыру үшін сізге уақыт бөліп, амал әрекетті жасап үйрену керек. MLM бизнесте сенім қалай артады? Егер сен қазір жасап үйренбесең, соны өзің жасамасаң, сенде сенім болмайды. Сенім дегеніміз не? Қазір мен сіздерге нормальный құрал беремін. Сол құралды бәрін жіктеп, жіліктеп беремін. Қалай жасауды үйретемін, бірақ сіз үшін жасамаймын. Егер соны жасасаңыз, сразу жетістік келмейді. Соны жасау арқылы сіз ең бірінші үйренесіз. Үйрену арқылы адамға ақпарат беріп атқан кезде сол адам қызығады да, сіздің компанияңызға контрактқа тұрады. Сөйтіп продукция алған кезде сізде сенім пайда болады. А ол сенім келу үшін амал жасау керек. Сол құралды пайдаланып үйрену керекпіз. Осыны түсініңізші. Сол кезде сенім келеді. Менде де сондай болған. Жүйелі маркетингке келдім. Келгеннен кейін барып, сенім қайдан келеді деп ойладым. Жаңағы нәрселерді меңгеріп, құралдарды алып, бірінші презентацияны айтуды үйрендім. Сөйтіп, наставнигіме сұрақ қойдым. Господин наставник, скажите, пожалуйста, когда я научусь хорошо рассказывать презентацию деп. Сол кезде ол маған не деп айтты? Қашан мен мықты айтам дегенде, күнде айту арқылы деді. Сен күнде соны бір-екі адамға айтсаң деді, сен өзіңе тәжірибе жинайсың деді. Сол тәжірибе арқылы сенде айту арқылы адам контрактқа тұрады. Ең бірінші контрактінде, достар, қалай қуандым. Түсініңіз ба? 12-13 адамға айттым, 14-ші адам келді да менен продукция алды. Сол кезде қатты қуандым. Мынау бизнес жұмыс жасайды екен ғой. Наставник маған дұрыс айтқан екен ғой деп. А бізде қандай проблема? Мына жерде мысалы үлкен лидерлер отыр, мен қарап отырмын да. Сол кезде наставниктер айтады, мынаны жасасашы, мынаны істеп үйренсеш десе, ой, мен жасай алмаймын, мен бүйте алмаймын, мен сөйте алмаймын деп айтады, дұрыс па? Сол кезде сол адамға айту керек, саған жасап үйрену керек деп. Өйткені мен қазір ол тақырыпқа сіздерге тоқталамын, обязательно. Сол үшін сенім деген жасау арқылы. Өзің жасап көргенде сенде сенім пайда болады. Бір адам контрактқа тұрады, екі продукция алады, сенімің кішкене өседі. Тағы біреу, 2 күннен кейін тағы бір адам сенім өсе бастайды, былай бүйтіп, деп. Жасау арқылы. Сөйтіп, былай сеніміңіз үлкен бола бастайды. Өйткені результат көрсеткіш бар. Ал көрсеткішті қалай айту керек? Бірінші айтып үйреніп, айту арқылы аламыз да. Сол кезде сізде көрсеткіш шығады. Ал егер де сен мен қорқамын, айта алмаймын, анау сияқты деп тұрсаң, онда мен саған айтайын, сенім пайда болмайды. Егер сен айтуға қорқасын болсаң, именно сол қорқатын нәрсеңмен саған айналысып үйрену керек. А неден қорқамыз? Біреу отказ бере ма деп. Өйткені ол нормальный нәрсе. Жаңа айтып кеттім, ойлау жүйесі саған оны істетпейді. Өйткені сен бұрын оны жасап көрмегенсің, бұрын бойыңа сіңіріп көрмегенсің, ол саған айтады, не қыласың, баста ұртпа, оны істеме дейді. Наоборот, істеме деді ма, соны жасап үйрену керек. Түсіндіңіз ба? Өйткені сол кезде сізде үлкен инсайт болады.
Сол үшін мен сіздерге айтайын деп жатқан мынау кертартпа түсініктерге бой бермеу керек. Бүгін психология жайында сабақ болмайды, бірақ ақырын мен сіздерге инструменттермен қосып беріп отырамын. Өйткені сізге жеңілдеткім келеді өміріңізді осыны пайдалану арқылы. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін ойлау жүйесі сөйтіп ойланады қазіргі таңда. Сол үшін ақырын жасау арқылы біз өзгеріске келеміз. Ендігі мәселе, достар, үй жұмысына қатты тоқталғым кеп тұр, қазір айтқым кеп тұр. Үй жұмысын жасау керек, достар. Обязательно. Жасамайтын болсаңыздар, сіздерге айтайын, өзгеріс болмайды. Мен обязательно келесі тренингте үй тапсырмасына тоқталамын. Сразу ескертіп кетейін сіздерге. Түсіңіздер ма? Сол үшін ертең психологический, бүрсі күні қазақша психологический обучение болады. 24 сағатта сақталады, о жағынан переживать етпеңіздер. Ал енді онда кеттік құралға, достар. Құрал психологический обучение, құрал психологический. Сондай болады тренинг. Енді кеттік онда құралға. Ең бірінші, достар, ең бірінші сенің құралың. Сен ақыры келдің ба, шешім қабылдап, осы жерге, осы компанияға, нақ шешім қабылдадың ба, сеніммен келдің ба, онда сен әрекет жасап үйрен. Менің мақсатым саған ақша табуды үйрету. Сенің доходыңды көбейту. Ал енді сен дайынсың ба, шешім қабылдадың ба, мақсат қойдың ба алдыңа, хотя бы 1 айға или 2 айға осындай мақсатты жасауым керек деп жеңіл бір мақсат қойдың ба, маңызды сол, достар. Кіші мақсатты қою, сөйтіп соған апаратын құралдарды алу, сөйтіп сол құралдар арқылы, жасау арқылы сол мақсатыңа жету. Мақсат бар ма барлықтарыңызда? Мен мақсат туралы көп тоқталғым кеп тұрған жоқ, өйткені құралға көшкім кеп тұр. Мақсат болса, сол мақсатыңызға жеткізетін мен қазірге құрал беремін. Ең бірінші жүйелі маркетингте жетістікке жеткім келе ма? Үлкен команда тәрбиелегім келе ма? Үлкен лидер болғым келе ма? $1 миллион тапқым келе ма? Келетін болса, ең бірінші фундаменттен бизнесті дұрыс подходты жасап үйренейік. Дұрыс подход дегеніміз не? Ең бірінші, сенің компанияңның презентациясы, ол сенің капиталың. Соны түсінші. Түсініп тұрсыздар ма? Ол сенің капиталың. Капитал дегеніміз не? Ол сенің компанияның фундаментін құрайды, сенің компанияның презентациясы. Түсініңіз ба? Ендігі мәселе, капитал дегеніміз не? Қазақша түсіндірейін. Ол ақша. Ақша алып келетін дүние сенің презентацияң. Презентация неге маңызды? Мен сізге айтайын. Бірінші маңыздылығын айтып кетейін. Неге маңызды? Өйткені сіз презентация арқылы адамды контрактіге тұрғызасыз. Өйткені сіз презентация арқылы, ертең сіздің презентацияңыз арқылы үлкен команданың келуіне себепкер боласыз. Өйткені сіздің қазір презентацияңызды дұрыстап алсақ, ертең командаңа да жеңіл үйретуге себепкер болады. Сол үшін мынау MLM бизнестің ең үлкен фундаментін құрайтын нәрсе ол сіздің презентацияңыз. Түсіндіңіз ба? Сол үшін презентацияға қатты мен қазір сіздерге көңіл бөлгім келіп тұр. Соған мұқият не қылайық? Презентацияны қалай айту керек? Оның қандай қағидалары бар? Ең бірінші мен сіздерге сол презентацияны берейін. Ең бірінші. Сосын кейін бар. Или қағидасын берейін ба? Ең бірінші қағидаларын жазыңыз. Сосын мен сізге инструментті берем. Хорошо? Ең бірінші қағидасы. Презентацияны четко, уверенно айтып үйреніңіз. Екінші, презентацияны айтқан кезде эмоциямен айтыңыз, энтузиазммен. Көп адамдар байқаймыз, новичоксыз ба, без разницы, лидерсіз ба, презентацияны жан тәніңізбен беріліп айтыңыз. Өйткені сіздің энергияңыз ана адамды ояту керек. Көп адамдар өшеде энергиясын салғысы келмейді.
Сол үшін ең маңызды мәселе соны эмоциямен, энтузиазммен сізге айтып үйрену. Соны жасаңыздар, обязательно. Эмоция мен энтузиазм жазып қойыңызшы. Эмоция, энтузиазм. Сосын мына жерде отқан наставниктер презентация айтуды үйретуді қазір мен көрсетемін сіздерге, да? Сол кезде обязательно встречаларда презентация оқып атқан кезде энтузиазммен, эмоциямен айтуды үйренсін бәрі, достар. Сол өте сіз үшін қазіргі таңда өте маңызды. Түсіндіңіздер ма, достар? Сіз үшін қазіргі таңда өте маңызды. Түсіндіңіздер ма, достар? Ендігі мәселе, қазір мен камераны жақындатамын да, сіздерге көрсетемін, параққа жазып. Сіздер де соны жазып, сызып алыңыздар. Ендігі мәселе, мен презентацияға тоқталғым келіп тұр сіздерге. Көбіне лидерлер мынандай қателік жасайды да, презентацияны өздері жақсы айтады да, бірақ адамдарға жақсы айтуды үйретпейді. Көбіне қандай қателік жасайды, мына қателікке тоқталғым келіп тұр. Қазір осознанно біраз лидерлер компанияда оны жасайды. Өзі оны қалай жақсы айтуды үйренді, айту арқылы үйренді да. Көп новичоктар келеді, келген кезде бизнеске шақыру процесі ол отдельно, ертең тоқталып кетем оған да. Бизнеске келеді, келген кезде ол сразу өзі айтып, сол адам үшін презентацияны айтып, сен адамдарыңды әкеле бер, мен саған жазып берем дейді. Ол өте қате нәрсе, достар. Түсініңіздер ма? Осы қателік жасамаңыздар. Басында мен саған үйретемін деңіз. Үйрету арқылы сен үйренесің деп. Мынандай қателік жасайды көп лидерлер. Өз айтады, жақсы айтады, чтобы товарооборот құлап қалмасын дейді да. Енді ол лидерді түсінемін, өйткені өзімде сондай болғам. Адамдар жина дейді да, презентацияны айтады да, солар контрактты тарсылдатып, сол адамның астына жазып беріп кете береді да. Түсініп тұрсыз ба? Мен осы жерде бір қателік бар да. Соны жасаған сайын сенің новичогың саған жаман үйрене бастайды да. Сенің новичогың. Өйткені сен айтып атсың да. Сосын кейін бар, сіз жақсы айтасыз қой, контрактке тұрады ғой. Сіз айта беріңізші, мен пока дайындалып жүрмін дейді да. Сіз айта бересіз, азартқа кіріп, сосын оны үйретпейсіз. Түсіндіңіз ба? Ол үйренбегеннен кейін, ол өзі жазып үйренбегеннен кейін контрактқа тұрғызып, ол ертең контрактқа тұрғыза алмайды. Бір үлкен причинаны осы да, система дубликацияның жоқтығы. Мына жердегі лидерлерге айтып атқанда, сол үшін маңызды адаммен оғанда тоқталам. Новичок келді ма, мен саған үйретемін. Бізде құн бар, құндылық бермейміз да презентацияға. Презентацияға құндылық дегеніміз, сіз оған түсіндіріңіз. Бұл сенің капиталың, бұл саған ақша алып келетін дүние деп құндылық беріңіз. Егер сен осыны үйренсең, бұл саған ақша алып келеді. Осыны саған үйрену керек. Менің мақсатым саған ақша табуды үйрету өзіңе. Мен табаламын. Ендігі мақсат саған үйрету. Осыны меңгеріп ал сен деп, соған үйретіп, соған ударение беріп үйреніңіз. Вообще жүйелі маркетингте жетістікке жетем десеңіз, командаға ударение беріп үйреніңіз. Қанша эгоист болсаңыз да, осы жерде сізге осы мышление керек болып тұр. Командаға ударение беріп үйреніңіз. Түсініңіз ба? Сол кезде бұл жерде өзіміз үйренеміз. Новичоктар бүйтіп айтуы мүмкін. Қалай ол деп, мен әлі жақсы айта алмаймын ғой деп айтуы мүмкін. Сол новичокқа мен айтатын, сен қазір меңгерде соны сөйтті айтып баста, сөйтті қасыңдағы новичоктарға айт, давай бірге меңгерейік, бір-бірімізге айту арқылы үйренейік. Бір-біріміздің встречамызға барайық, сөйтіп үйренейік де. Сол кезде новичоктар тез үйренетті, бір-біріне қарап, энергия пайда болады да, бір-бірінің презентациясымен үйреніп кететті тез. Вот сондай, намыс дейді, қазақты тек қана намыспен оятасың дейді. Мен түсіндім, қалай ояту керек? Намыс болу үшін жарыс керек. Жарыс керек. Жарыс болса, намыс оянады да. Өйткені біздің психологиямыз сондай. Егер біз новичокты көріп қалсын, қарашана новичок меңгеріп апты, уже сен сияқты, сенен де төмен, оның ілімі деп, сол адамға айтшы, сенен де төмен деп. Ол бүйтіп қалады да, ты что, менен де төмен ба не? Так, мен де үйренейін деп. Сіз оған энергия беріп қоясыз, түсініп тұрсыз ба? Сол сияқты жарыс арқылы үйренеміз да. Сол үшін сразу же новичоктарға айтарым, өзің үйрен,
Біреуге айту арқылы үйрене бер. Сөйтіп бәріңіз үйреніп кетіңіздер. Көп новичоктардың бұл жерде қысылатыны, мен айта алмаймын ғой, мен оны жасай алмаймын, мен қорқамын ғой, мен айтып көрмегенмін ғой дейсіз. Кешіріңіз, мына жерде отқан лидердің ешқайсысы айтып көрмеген. Иә, мына жерде қыздар жарысайық дейді. Обязательно жарысасыздар, қыздар. Обязательно. Өйткені ертеңнен бастап домашний задание беріледі, барлықтарыңызға встреча. Кім көп встреча жасайды, обязательно жарыс болады, қыздар. Өйткені ол предусмотрены. Кім көп встреча жасайды, соларды поощрять етіп отырам. Кім көп встреча жасайды, солар обучениеден кейін маған эфирге келіп отырады, бүйтіп прямой эфирге. Түсініп тұрсыздар ма? Обязательно поощрять етемін, потому что сіздер көру керексіздер оны. Так что ол сондай, қыздар. Сош новичоктар айтам, қорқпаңыз. Бізде, лидерде сразу үйреніп кеткен жоқпыз. Келдік, ақырын, басында мен сөйлей алмайтынмын. Вообще, бірінші презентациямда құлақ бағам. Айтамайсың, тек фамилияңды айтасың. Бәріміз де сөйтіп үйрендік. Сіздер бізді қазіргі кейпімізді көресіздер. Мынау адам бір өстіп, бір керемет, бір арасы болып туылған шығар деп ойлап отқан шығарсыз. Или өзіңіз бастарыңызге қарайсыздар. Мынау деген, мен бұндай бола алмаймын. Өйткені бұл дегендегі керемет қой мынау. Бұда Құдай берген талант бар екен ғой деген көзқарас қалыптастырмаңыздар. Өйткені простатаны көрсеттіңіз. Мен де сен сияқты болғам. Мен де сенен де төмен етін мен деңгейім деген сөздерді көп пайдалансаңыздар осы подходты. Лидерлер, новичоктар, өзіңді кішкене түсіріп сөйлеші. Мынау керемет подход. Өзіңді түсіріп сөйлеші кішкене. Көтеріліп сөйлеме мойнынан қарап үстінен. Түсіріп сөйле. Мен вообще келген кезде вообще айта алмайтын. Мысалға мен 3 айдан кейін үйрендім айтуды. Неге? Өйткені 3 ай арқылы мен тренировка жасадым. Өйткені маған үйретті, сөйтіп айту арқылы мен үйрендім. Түсіңіздер ма? Қалай үйренесің? Маған астарың айтты, күшігің айт, итің айт, айнаға қарап айт деді. Сөйтіп үйрен деді. Анаугін айтып кеттім, қазақтан андай мақал бар. Сөйлей шешен боласың, көре көсен боласың дейді. Сен керемет сөйлеп үйренгің келе ма? Онда сөйлесе шелдермен. Күнде сөйле, пікір талас, сөйлей, жаңағы үйренеді да. Әдет қалыптасады, сен жақсы үйрене бастайсың. Тіл байлықты дамыту дегеніміз көп кітап оқы, көп адамдармен сұхбат жүргіз, мықты адамдар. Содан сен тіл байлығың қатты дамиды, сөйлеу арқылы. Егер сен сөйлемейтін болсаң, серьезнойсың, бет тілің жұтып алған, үндемейсің, қорқасың, қысыласың. Өйткені сол бір кертартпа түсініктер бар, саған қысылып қалғасың. Егер сол қысылумен жүре беретін болсаң, сен қалай ашыласың? Арман, мақсатың керемет сөйлеп үйрену ма? Онда сөйлес. Сұрақ қой, пікір талас, сөйлесіп үйрен. Сол кезде сөйлесу арқылы сен шешен болып кетуің мүмкін. Сөйлей шешен боласың. Мен өзім негізі мен сіздерге айтайын, бір туа біткен бір даралы жігітпін деп есептемеймін өзімді. Бәрін тәжірибемді үйрету арқылы өз тәжірибеммен бойыма қалыптасты. Түсініңіздер ма? Мен ойлаймын, қазір сіздерде наоборот, маған қарағанда сіздердің бойларыңыз, көздеріңіз ашық. Біз келген кезде бұндай инструменттер жоқ етін, бүйтіп жіктеп ешкім түсіндіріп бере алмайды. Әйтеуір елдің бәрі айналысып жүретін. Түсініңіздер ма? Так что үйрену дегеніміз ол тез емес. Мынандай психологически, ойбай мен тез жетістікке жетіп кетем, бүйтем деп өзіңіз психологически дайындамаңыз. Наоборот, кеше айтып кеттім ғой, психологически дайында. Так, мен үйреніп жүрмін. Мен студентпін. Мен қазір үйреніп жатырмын. Мен тәжірибе жинап жатырмын. Осы тәжірибе мені жетістікке жеткізеді. Так что мәселе контрактқа тұрғызу емес. Мәселе үйрену. Мәселе үйретуде, өзіңе үйренуде. Түсініңізші? Сол үйрену арқылы сен ертең контрактқа тұрғыза бастайсың. Өйткені сен үйренесің. Айту арқылы. Сол сияқты мәселелер дұрыс түсініп алыңызшы, мен сізге соны жеткізгім керек болып тұр да, қазақтың жалпақ тілімен. Сразу ештеңке үйреніп кетпейміз. Велосипедті қалай айдап үйрендік, машинені, барлықтарыңыз айтыңызшы, бойыңызда бәріңіз де талантты жансыздар. Бәріңіз де бір нәрсенің специалисттер, жақсы моторист. Ол да машина жөндеу тез үйреніп кетті деп ойлайсыз ба? Шаңғы тебуді, допустим, басқа да спорт меңгеруді тез үйреніп кетті дейсіз ба? Жоқ, қайталау арқылы, үйрену арқылы, қайталау арқылы, өзінің тренировка жасау арқылы. Мысалға бір нәрсені шұқылаған жақсы көретіндер моторист болып кетіп жатады, бір нәрсе механиканы. Өйткені ол сөйтіп үйренген, бір нәрсені шұқылайды, сөйтіп бойына қалыптасты, шұқылайды, оған қызық, сөйтеді да, ол ертең моторист болып кетеді да. Бойында сол дүние бар да. Енді сразу мотор шашып тастайды
дейсіз ба? Жоқ. Ол бірінші үйренеді, ана мастердің қасында жүреді, мотористің. Содан 1 жыл, 2 жыл барын үйренеді, шұқылайды, болтты бұрайды. Сол сияқты сіздің де наставнигіңіз моторист сияқты ғой. Түсіндіңіз ба? Моторист сияқты да, онда қасында жүріп, сіз көп нәрсені үйренесіз. Сосын кейін барып наставник сізге жасатып үйрету керек та. Ол алады да ключті айтады, ананы бұра, мынаны бүйт, ананы шешіп тыста дейді да. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты, бізде лидерлерде қазір кішкене өзіміз солар үшін жасап үйренгенімізді жаман үйретеміз да. Түсіндіңіз ба? Ал енді соған берсеш бірінші, ананы істе. Ең бірінші мәселе жаңағы, сен ананы алып келші, бүйт деп кішкене жұмысқа жұмылдырсаңызшы. А то бәрін солар үшін жасап бересіздер. Конечно, одан кейін дублицированный система болмайды команда. Потому что оны мен де түсіндім да. Сол үшін осы бастан новичок келді ма, оған ақырын сразу презентацияның ценностын көрсетіңіз, құндылығын. Неге сіздің новичогыңыз келеді да, презентацияңыз жаттамайды, білесіз ба? Сіз өйткені оған құндылық бере алмайсыз. Ал бүгіннен бастап үйреніңіз. Ол қалай? Ол сенің ақша табатын дүниең. Мен сенің қалай ақша тапқаныңды. Ақша табу үшін осы сенің құралың. Осы құралды саған меңгеру керек. А меңгеруге мен жәрдем беремін саған. А сенен тек қана уақыт керек. Сол сияқты, новичоксың ба, мен саған айтам. Бүгін мен саған құрал берем. Соны ал, сөйтті, меңгер, сөйтті жасау арқылы үйрен. Сразу болтты бұрақ кетпейсің. Қолыңды қысып алуы мүмкін. Ничо, ақырын, сөйлеу арқылы үйрен. Қорқам десең отыра бересің. Онда өмір бақи сенің өміріңді үрей қорқыныш билейтін болады. Онда сен арманыңа жете алмайсың. Орыстарда айтады ғой, пожертвовать надо дейді. А бұл жерде ты жертвуешь чем? Самим собой, өзіңмен. Так что жаңа қорқам деп отыратын болсаң, сен жетістікке жете алмайсың. Так что жасап үйрену керек. Сол үшін мен сіздерге айтайын деп жатқам, презентациялық құндылық сенің капиталың, саған ақша алып келетін нәрсе, осыны үйренсең, сөйтіп ақша табуды үйретем. Ең бірінші, мысалға, мынау сенің презентацияң. Барлықтарыңызға айтам, презентация деген жеңіл болу керек, дуплицированный болу керек. Түсіндіңіздер ма? Жеңіл, қысқа, нұсқа. Қазір мен 2 форматта презентацияны айтып отырам сіздерге. Бірінші презентацияңыз сіздің онлайн форматта, қыздар, презентация 25 минут оқылады, ары кетсе 30 минут. Офлайн форматта, қыздар, ары кетсе 40 минут, 35 минут оқылады презентация. Осыны ойлаңыз, жазбаңыздар. Онлайн форматта 25 минут, офлайн формат. Офлайн дегеніміз былай кездесіп презентация оқу, адамдарға онлайн дегеніміз онлайн кездесу. Онлайн кездесуде даже 45 минуттың өзімен талдап шықтым, ол өте көп. 25-30 минут. Өйткені сіз шақыруға келген кезде оны шақырып алу үшін сіз аз уақыт айтып үйрену керексіз. Аз уақыт айтып үйренгеннен кейін сол уақытқа кіріп үйрену керексіз. Түсініп тұрсыз ба? Ал енді біреулер айтуы мүмкін, ой, мен оны білем ғой деп. Кешіріңіз, білсеңізден жасап көріңізші. Сол құндылыққа кіріп көріңізші. Вот, осы маңызды. Бәрі сөйлеу керемет, жасап үйрену маңызды. Сөйлеп, мен де жақсы сөйлеймін, байқап отқансаңыздар. Ал енді жасап үйрену керек. Осы өте маңызды. Қазіргі таңда мен сіздерге презентация форматын бергім келіп тұр. Ең бірінші презентацияда неге ударение беру керек сіздерге? Ең бірінші презентацияда. Ең бірінші, достар, 2-3 минут жазыңыздар. Прям қағазға, мен қазір камераны апарып, қағазға сіздерге жазып көрсетемін. По порядку. Сол сіздерге приблизительно презентация форматын бергім келіп тұрды. Сол форматпен осы новый подход, осы новый подход презентациямен сіз тіліңізді жаттықтырып, айтып үйренсеңіз, осы новый презентация подход сізге новый жақсы адамдарды тартуға себепкер болады. Түсініңіз ба? Күмәндамай-ақ қойыңыз. Мен сізге айтайын, 1000% гарантия берем. Талай адамдар осы презентация арқылы үлкен структура құрды. Мен де компанияда үлкен структура құрдым. Соны усовершенствовать етіп жатырмын. Енді жазыңыз. Басында 2-3 минут презентацияда өзіңді таныстыру. Обязательно өзіңді таныстырыңыз. 2-3 минут жазыңыз. 2-3 минут. Неге ол маңызды 2-3 минут? Мен мысалға Ануарбеков Мақсат Рысбекұлымын, бұрын мен военный болып жұмыс жасағанмын. Қазіргі таңда жүйелі маркетингке келдім.
келген себебіңді айт. Өйткені осындай себеппен келдім. Көрейінші осы бизнесті елдің бәрі айтқаннан кейін деп. Қазір сіздердің алдарыңызда тұрмын, міне уже презентация айтып жатырмын. И қазіргі жағдайыңды айтып бер. Қазіргі таңда міне келгеніме 2 күн болды, келгеніме 3 күн болды, келгеніме 1 апта болды, келгеніме 1 ай болды деп шындықты айт. Ешқашан өтірік айтпаңыздар, шыныңды айт. Өйткені шындық жақсы да. Кейбіреуміз өтірік айтамыз да. Неге өтірік айтамыз? Ойлаймыз, өтірік айтқанда шын бір өтірік айтам деп айтпаймыз. Өйткені бүйтіп жаңағы үлкен қып көрсетсек, да мен осында чек тауып жатырмын, осындай болам, осындаймын деп кейбіреуміз қосып жібереміз да. Қоспаңыздар ешқашан. Өйткені сен қоссаң, сол адамды кеп жазсаң, статистикада ол адам сізге жазылмайды. Ол өзімен практикада өзі көреді. Сіздің жағдайыңызды түсініп тұрсыз ба? Сол үшін бұл жерде простота керек. Новичоксың ба? Новичокпын. 3 күн болды келгеніме деп ұялмаңыздар, айта беріңіздер. Мен айтатым, 2 күн болды келгеніме, 3 күн болды, мына 1 ай болды. Бір нәрсе таптың ба десе, жоқ, үйреніп жатырмын. Өзім сияқты командамы, мен сияқты үйренгісі келетін адамдарды жинап жүрмін. Бәріміз обязательно жетістікке жетеміз деп сөйтіп команда жинаңыз. Ұялмаңыз, сізге сұрақ қойса, новичоксыз ғой встречада, енді оған да келеміз. Встречада сұрақ қойды, сен қанша тауып жатсың? Көп новичоктар біз неден ұяламыз? Встречада мысалға қанша ақша табасың десе, ақша таппасақ содан қысылып, ұялып қаламыз. Ақша таппасам ол кемей қалатын шығар деп. Мен сізге айтайын, ол бір кертартпа түсінік. Кемей қалады деген әңгіме жоқ. Сен уверенно, эмоционально, точно айтатын болсаң, сеніммен. Кеше айттым ғой, сенім қайдан келеді? Сенімді айтудан келеді. Бірінші сенімді айтып үйрен, сосын сенім бойыңа қалыптасады. Ең бірінші қадам сенімді айтып үйрен, да? Түсіндіңіздер ма? Сосын кейін барып тағы бір нәрсеге тоқталғым келіп тұр, сразу керемет айтып кетпейсіз. Сол үшін мен сізге айтайын, біреуге айтып жатсыз ба, ол презентацияны бір нәрсені түсініңізші, бір айтайын ба, ол адам білмейді ғой сіздің презентацияңыз қандай екенін. Сол үшін, так что уверенно айтыңыз. Кәдімгі образға кетсеңізші, мынандай образға да кәдімгі президент болып представить етіңізші, сөйтіп неге бардыңыз? Сол компанияның президенті болып, сіз презентацияға бардыңыз, сол образға кіріп көріңізші. Сіз қалай әңгімелесесіз? Ой, мощно, четко, прям образда жүріп тұрып әңгімелесесіз ғой. Сол сияқты сол образға кіріп үйрену керек. Оған да кірудің несі бар екен? Ештеңе жоқ, кіріңіз да болды. 5 минут қалды ма, бір өзіңіз сілкіп жіберіңіз, так, все, дайындал, уверенно, четко айт. Болды, кірдіңіз, шақ, четко презентация эмоциямен айттыңыз, қарап таңғалып қалады кейбіреулер. Түсініп тұрсыздар, мен новичок кезінде болған ондай презентациямды анализ жасаған кезде. Так что осы мәселеге тоқталып, жаңағы новичоктарға айтарым, жаңағы ақшаң жоқ деген қысылмаңыз, конкрет четко айтыңыз. Келгеніме 1 ай болды, 2 ай болды, 3 ай болды, әлі тапқан жоқ, қазір үйреніп атым. Потому что бұны меңгеру керек. Сөйтіп сразу же өзім сияқты новичоктарды командама жинап жатырмын, өйткені бәріміз бірге үлкен ақша табайық деп қазіргі таңда деп сөйтіп айтыңыз, болды. Мен сізге айтайын, шындықты, ақиқатты айтсаңыз, адамдар сізге тартыла бастайды. Кейде ойлаймыз, қосып айтсақ тартылады деп. Жоқ, шындық ақиқатты айтқанда тартыла бастайды, түсініңіздер ма? Ал енді жаңағы презентацияны мен сіздерге қазір көрсетіп жібергім кеп тұр. Презентацияны қалай дейсіздер ғой? Көрсеткім кеп тұр сіздерге. Так. Так. Так, қатып жатыр дейсіздер ме? Так, достар. Так, қазір. Мен көріп тұрмын ба, мына жерде что-то.
Так, достар, мына жерде мынау ақ парақ. Соны мен сіздерге көрсеткім келіп тұр. Мына ақ парақ көрініп тұр ма мына жерде? Так, міне ақ парақ. Жақсы көрініп тұр ма, достар? Зависать етіп қалған жоқ па? Сіздерге жақсы естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Мына жерде зависать етіп қалған жоқ па? Еш нәрсе, что-то мына жерде мынау нені? Так. Так, достар, мұны. Былай істейік, достар. Қазір мен қарап тұрмын. Қараңыздар. Мен қазір қарап тұрмын. 1 сағат уақыт уже өтіп кетіпті. Қазір сіздер шықпаңыздар. Қайтадан мен кіремін. Хорошо? Қайтадан мен кіремін. На прямой эфирді сохранять етемін қазір. Сіздер қайтадан кіріңіздер, достар. Қазір мен презентацияны көрсетем. Өзімнің бір керемет схемамен бөлісем сіздермен. Кетіп қалмаңыздар. Хорошо, достар? Қазір тағы да ары қарай бүгін обучениеміз созылады, достар, шыдаңыздар. Может, 1 сағатқа созылуы мүмкін. Өйткені мен қазір презентацияны жіктеп беремін сіздерге. Қалай